қазір көшетін жерлер де жоқ. Қазіргі кезде мысалы бір жылдары халифат орнатамыз, мына басшың болмайды, халифа болу керек басшы деген, кез келген адам басшы бола алмайды деген секілді. Міне осы саналардың барлығынан ең мықты алып мемлекеттер қаншама құрдымға кетті. Мысалы міне олардың қайтадан қалыптасса да ана жаңағы қаншама төгілген қандар, ол деген өте ұмытылмайтын нәрселер ғой. Мысалы Сириядағы, Бағдаттағы, Ауғанстандағы мысалы көздерін ашқалы соғыспен өскен балалар. Міне сол үшін деструктивті, теріс түсініктегі ағымдардың тек Қазақстан қоғамы емес, адамзат қоғамы үшін бұл өте үлкен қауіпті екендігі белгілі. Өйткені адам адамды тілі арқылы, мәдениеті арқылы, ділі арқылы, діні арқылы түсінеді. Бұлардың мәдениеті жоқ, бұлардың тілі жоқ, құрметтілігі жоқ қоғамға деген. Міне бұлар жекеше бір қоғам құрғысы келеді.